Қазақстан қорғаныс министрі Бейжіңде 11-ші Сяньшань форумының ашылу салтанатына қатысты. Қытай Халық Республикасының қорғаныс министрі адмирал Дун Цзюнның шақыруымен қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов бастаған Қазақстанның әскери делегациясы халықаралық қауіпсіздік жөніндегі Сяньшань форумының жұмысына қатысты. Форум аясында Қытай Халық Республикасы және Моңғолия қорғаныс ведомстволарының басшыларымен және Қытай Халық Республикасы орталық әскери кеңесі төрағасының орынбасары генерал-полковник Чан Юсямен екі жақты жұмыс кездесулері өткізілді. Сапар барысында бірқатар қорғаныс нысандарына бару жоспарлануда. Қазақстанда министр Яшар Гюлер бастаған Түркия Республикасының ұлттық қорғаныс делегациясы ресми сапармен келді. Қазақстан мен Түркия қорғаныс министрлері ынтымақтастықтың негізгі аспектілерін талқылады. Екі ел қорғаныс ведомстволарының басшылары генерал-полковник Руслан Жақсылықов пен Яшар Гюлер өзара іс-қимылды кеңейтуге ұмтылысын растай отырып, екі жақты ынтымақтастықтың оң динамикасын атап өтті. Кеңейтілген құрамдағы келіссөздер барысында тараптар әскери техникалық ынтымақтастық, жауынгерлік дайындық және әскери білім беру мәселелерін талқылады. Қорғаныс министрі CISM президенті мен қазақ күресінен әлем чемпионатына дайындық мәселелерін талқылады. Халықаралық әскери спорт кеңесінің делегациясы қорғаныс министрлігінің спорт комитеті мен туризм және спорт министрлігінің бейінді комитетінің шақыруымен Астанаға көшпенділердің дүниежүзілік ойындарына келді. Кездесу барысында тараптар 2025 жылы әскери қызметшілер арасында қазақ күресінен алғашқы әлем чемпионатына дайындық мәселелерін, алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесіне сәйкес Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери қызметшілерінің дене дайындығын дамытудың негізгі аспектілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің спорт комитеті мен CISM арасындағы ынтымақтастықты талқылады. Алматыда қорғаныс министрі Арыстан лицейінің тәрбиеленушілеріне әскери мамандық туралы айтты. Мамандандырылған оқу орнында қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықов оқу материалдық базамен танысып, бокспен және басқа да спорт түрлерімен айналысуға арналған казармаларды, оқу кабинеттерін, атыс тирін, спорт залдарын аралады. Тәрбиеленушілер арасында жүзуден жарыс өткен бассейнде генерал-полковник Руслан Жақсылықов жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттады. Жетісу облысында Үштөбе қаласында Қаратал ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің жаңартылған ғимараты пайдалануға берілді. Салтанатты шараға Қаратал ауданының әкімі Ұлан Досымбеков, қорғаныс министрлігі аппаратының басшысы полковник Ербол Құмарбекұлы, жергілікті гарнизон әскери қызметшілері мен қарулы күштердің ардагерлері қатысты. Қазақстан қорғаныс министрлігіне Армения қарулы күштері бас штабының әскери топографиялық қызметінің бастығы генерал-майор Сергей Петросян бастаған шетелдік делегация келді. Сапар аясында әскерлерді геокеңістіктік ақпаратпен қамтамасыз ету саласындағы сарапшылардың кездесуі өтті. Тараптар ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын, сондай-ақ әскерлерді топогеодезиялық, навигациялық және гидрометеорологиялық қамтамасыз ету саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігін талқылады. Түркістан облысында таудағы Орда оқу полигонында Әзербайжан, Қазақстан, Катар, Пәкістан, Түркия және Өзбекстан арнайы мақсаттағы бөлімшелерінің көп ұлтты оқу жаттығуы басталды. Иордания мен Қырғызстан қарулы күштерінің өкілдері жаттығуға байқаушы ретінде шақырылды. Оқу жаттығу тәжірибе алмасуға, басқару органдары мен әскери контингенттердің жедел үйлесімділік деңгейін арттыруға, бөлімшелер жеке құрамының дербес және топтық білімін арттыруға бағытталған. Әскери маневрлерге 300-ге жуық әскери қызметші, сондай-ақ сауытты техника, армиялық авиация буыны және ұшқышсыз ұшу аппараттары қатысады. Көршілес Қырғызстанда өзара іс-қимыл жедел әрекет ету ұжымдық күштерінің командалық штабтық оқу-жаттығуы, барлау күштері мен құралдарының іздеу және материалдық техникалық қамтамасыз ету бөлімшелерінің эшелон арнайы оқу-жаттығуы аяқталды. Бірлескен маневрлерге қазақстандық әскерилер, оның ішінде десанттық шабуылдау әскерлерінің әскери қызметшілері өз техникасымен және қару-жарағымен қатысты. Жаттығудың белсенді кезеңін Қазақстан Республикасы қарулы күштері десанттық шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Алмаз Жұмакеев қадағалады. Оқу-жаттығуға барлығы 1500-ге жуық әскери қызметші және 300-дей қару-жарақ, әскери және арнайы техника жұмылдырылды. Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ оқу полигонында Қазақстан қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы генерал-майор Асан Жүсіповтің басшылығымен Айбалта 2024 жедел тактикалық командалық штабтық оқу-жаттығу аяқталды. Жаттығу алғаш рет кешенді сабақтарды қоса отырып, екі жақты форматта өткізілді. Іс-шаралар әскери басқару органдарының үйлесімділігін жетілдіруге, әскерлердің далалық дағдыларын арттыруға және штабтар мен командирлерде әскерлерді басқарудың тұрақты практикалық дағдыларын
жұмыстарын дамытуға бағытталған. Шығыс, оңтүстік өңірлік қолбасшылықтарының бөлімшелері және Қазақстан қарулы күштері құрлық әскерлеріне тікелей бағынатын әскери бөлімдер тартылды. Оқу-жаттығуға 3000-нан астам әскери қызметші және 800-ден астам қару-жарақ пен әскери техника жұмылдырылды. Қазақстан мен Өзбекстан әскери әуе күштерінің әскери қызметшілері мен әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері мамандарының қатысуымен Ашық аспан 2024 халықаралық жедел тактикалық командалық штабтық оқу-жаттығуы өткізілді. Оқу-жаттығу достас елдер әскери басқару органдарының үйлесімділігін арттыруға, әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері мен құралдарын бірлесіп қолдану мәселелерін пысықтауға, жауынгерлік кезекшілік атқарудың ерекше жағдайларында командирлердің әскери бөлімдерді басқару бойынша практикалық дағдыларын алуға бағытталған. Оған майдандық тікұшақтар, армиялық және әскери көліктік авиацияның ұшақтары, сондай-ақ әуе қорғанысы әскерлерінің күштері мен құралдары қатысты. Елордада мемлекеттік әскери тарихи мұражайда жергілікті әскери басқару органдары экспозициясы ашылды. Жергілікті әскери басқару органдары күніне арналған экспозицияның салтанатты ашылу рәсіміне бас штабтың ұйымдастыру жұмылдыру жұмыстар департаментінің басшылығы, Астана қаласы қорғаныс істері департаментінің өкілдері және қарулы күштердің ардагерлері қатысты. Мұнда жергілікті әскери басқару органдарының жұмысы туралы тарихи құжаттар мен сирек экспонаттарды көруге болады. Қарулы күштер танкистер күнін атап өтті. Ұлттық әскери патриоттық орталықта өткен салтанатты шараға әскери қызметшілер, қарулы күштердің ардагерлері, әскери колледж ұландары және жас сарбаз балалар жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері келді. Мемлекеттік әскери тарихи музейдегі салтанатты бөлімнің алдында 68-665 әскери бөлімі танк ротасының ардагер танкистері мен әскери қызметшілері оқушылар мен ұландарға танк әскерлері тарихының даңқты беттері, олардың жабдықталуы мен ұрыс даласындағы маңызы туралы айтып берді. Кәсіби мереке құрметіне бірқатар әскери қызметшілер мен ардагерлерге құрмет грамоталары табысталды. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы қарулы күштер бас штабы академиясы факультетінің профессорлық оқытушылар құрамы, бірінші курс магистранттары және әскери қызметшілерінің отбасы мүшелері Ақкөл қаласындағы халық батырының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Қазақстан Республикасы ұлттық қорғаныс университеті басшылығының шешімі бойынша бұл рәсім дәстүрге айналып, жыл сайын қыркүйектің бірінші сенбісінде өткізілетін болады. Армия спортшылары дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 6 алтын медаль жеңіп алды. Қорғаныс министрлігі орталық спорт клубының құрамасы Қазақстанның қоржынына 6 алтын, 7 күміс және 1 қола медаль салды. Жамбатудан өткен жарыста армия спортшылары 1 алтын, 1 күміс иеленді. Аударыспақта қарулы күштерінің қызметшісі Алмат Латипбек алтын әкелді. Боз кілемде атой салған балуандарымыз 4 алтынды олжаласа, құраштан өткен турнирде армия балуаны аға лейтенанты Марат Байқаморов күміс медаль иеленді. Көкбөріден өткен тартыста біздің еншімізде 4 күміс. Астанада халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл толуына және жергілікті әскери басқару органдары күніне арналған мерекелік іс-шаралар аясында әскери ұжымдар арасында футболдан турнир өтті. Футбол жарысына Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қару-жарақты бақылау және инспекцияларды қамтамасыз ету орталығының, Астана қаласының қорғаныс істері жөніндегі департаментінің, аудандық басқармалардың және 99-255 әскери бөлімінің командалары қатысты. Бұл сайыста қалалық қорғаныс істері жөніндегі департамент командасы жеңіске жетті. 99-255 әскери бөлімінің екінші қару-жарақты бақылау және инспекцияны қамтамасыз ету орталығының спортшылары 3-ші орындарды иеленді.